Сәлем достар, бүгін біз жұмыртқасыз, сүтсіз, айрансыз, тіпті қамырына сары май қоспай дайындалатын керемет шоколадты бәліш жасаймыз. Егер үйде жұмыртқа таусылып қалса, немесе үнемді әрі оңай рецепт іздеп жүрсеңіз, бұл рецепт міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Бәліш жұмсақ, ылғалды, дәмі қанық шоколадты болып шығады. Ол үшін алдымен 300 грамм ұнға 35 грамм какао ұнтағын саламыз. Содан кейін қопсытқышпен аздап ас содасын қосамыз. Және қалауыңызда ванилин немесе ванильді эссенция қоссаңыздар болады. Егер де екеуі де жоқ болса, ол міндетті емес. Осы массамызға 160 грамм қант қосамыз. Енді барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Осылайша какао қоспаға бір келкі таралатын болады. Және бұл жерде сіздер алдын ала ұн мен какаоны үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Бірақ мен олай жасамадым, өйткені ұн мен қант және какао барлығы ыстық сумен қосқан кезде бірден еріп араласып кетеді. Енді осы құрғақ массамызға сұйық май қосыңыздар. Мен жылқы майын қостым. Сұйық май қоссаңыздар да болады. Немесе бар болса, ерітілген сары май қоссаңыздар болады. Келесі кезекте осы массамызға 400 мл ыстық су құятын боламыз. Септермен немесе қасықпен түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Қосқан қантымыз толықтай еріп кеткенше жақсылап араластыра беретін боламыз. Қамыр бізде сәл сұйықтау болады. Бұл қалыпты жағдай, сондай консистенцияда болу керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді диаметрі 22 см болатын қалыпқа пергамент қағазымен төсеміз де соған құямыз, немесе пергамент қағаз болмаса, аздап майлап қана осы қамырымызды, дайын қамырды құятын боламыз. Қалыпқа құйып, ішіндегі ауа көпіршіктердің шығу үшін қалыпты үстелге бірнеше рет жайлап соғамыз. Сонда біздің қамырымыз бір керкі тегістеледі. Бір керкі етіп құйып алғаннан кейін алдын ала қыздырылған пешке салып, піскенше пісіріп аламыз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексеріп көресіздер. Егер де ағаш таяқша құрғақ шықса, бәліш дайын деген сөз. Мінекей біздің шоколадты бәлішіміз дайын. Мен оны 20-30 минуттай суытып алдым. Енді осы қалыптан шешіп аламыз. Әлі жып-жылы күйінде тұр. Мінекей кесеміз. Қараңыздар, қандай әдемі әрі хош иісті болып шықты. Жұмсақ, үлпілдек және нағыз шоколадтың дәмі сезіледі, сондай жұмсақ болып шықты. Осындай бисквит күйінде жей берсеңіздер де болады. Өте жұмсақ шоколадты болып шықты. Ал мен безендіретін боламын шоколадпен. Бұл міндетті емес, бірақ бәлішті одан да дәмді етеді. Достар, алда сіздерді тағы да көптеген оңай әрі дәмді рецепттер күтетін болады. Комментарий бөліміне жұмыртқасыз бәліш пісіріп көрдіңіз бе, жаза кетіңіздер.